жиналды, қызыл автобус келеді деп. Олар жалған ақпарат. Бізде қоғамдық көлік жоқ, жаңа кешегі ақпарат Нұр KZ-тегі өтірік жалған ақпарат. Оған 100% гарантия береміз, осы тұрған қанша халық. Қағаз оқып қойды, бір рет көрдік жүріп жатыр деген сияқты. Ана жерге қазып атқанды түсіріп алды, ана жерден автобусты түсіріп алды. Замы келіп кетті, иә? Сіздер келіп кеткеннен кейін Алибаевтың замы келді, жаңағы Бәкір ана транспортныйдікі келді осы жерде, иә. Бұл жерде 3-4 адамның несі емес, осы бүкіл дача жиналдық, 3 дача жиналдық. Қалай бұның бәрін өтірікке шығарып отыр сонда? Көрмей ма сонда үкімет деген 3-4 адамдай болатындай соншама. Просто өзіміздің талабымыз сол, бізде көлік, основной көлік керек. Жолдың жағдайы мына осы жақын ғана тұрысталды, онда да соның жартысына ғана салынды, айқай шумен ғана. Әкімшіліктен жолдарымыз жақсы деп жатыр біздің. Міне жолдарымыз ертең жаңбыр басталады. Мына жақта жүре алмайды ешкім.